Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін анамен жарысқа қатысамын. Менің атым Анчыбай Күмісай. Мен мат сыныбында оқимын. Жақсы. Біз бүгін дүкендерде сататын мынандай соқтардың құрамында С витаминінің бар немесе жоғын анықтайтын боламыз. Алдымен қауіпсіздік ережесімен таныстырайын. Күмісай, мына заттарды мұрынға, ауызға тақап иіскеуге болмайды, жарай ма? Иә. Яғни біз апельсин шырынын және алма шырынын қарайтын боламыз. Апельсин шырынын және алма шырынын біз мынандай ыдыстарға құйып алдық. Яғни Күмісай келінен біреуін ұстай ғой приборды. Апельсин шырынын ішіне құямыз. Апельсин шырынын құйдық. Екіншісін ұстай ғой Күмісай. Екіншісіне алма шырынын құямыз. Құйдық. Яғни дәріханада сатылатын йод деген ерітіндіні С витаминін анықтау үшін құямыз. Йод ерітіндісін алып аламыз. Мына апельсин шырынына аптекада сататын йодты ерітіндісін құйғанда, егер бұның түсі өзгеретін болса, бұның құрамында С витаминінің жоқ екенін білеміз. Өзгеріп кетті ме түсі? Иә. Өзгерді, иә? Басқа түске боялып кетті. Бұл манағы біздің апельсин шырынымыз. Енді біз алма шырынын қарайтын боламыз. Өзгерді ме түсі? Иә. Яғни бұл екі шырынның да құрамында С витамині жоқ. Қара Күмісай, дәріханада сатылатын аскорбин қышқылы деген мындай қышқыл бар. Яғни бұның құрамында С витамині көп. Біз оның қазір қалай көп екенін көретін боламыз. Бар, жоғын. Яғни, мана аскорбин қышқылын езіп алдық. Пробиркаға саламыз. Азғана су құямыз. Яғни аскорбин қышқылының сұйықтығы езіп алып үстіне су құйдық. Көрдіңіз бе Күмісай? Иә. Енді осының үстіне жаңағы йодты тамшысын тамызатын боламыз. Түсі өзгерді ме, өзгерген жоқ па? Өзгерген жоқ. Яғни бұл аскорбин қышқылының құрамында С витамині бар деген сөз. Себебі не? Йодтың ерітіндісін не істеп тұр? Жойып жіберіп тұр, иә? Түсі өзгеріп тұр ма? Жоқ. Жоқ. Ал апельсин шырынының түсі өзгерді ма? Иә, өзгерді, иә? Көріп тұрмыз ғой. Яғни апельсин шырынының құрамында С витамині жоқ, ал мына аскорбин қышқылында С витамині бар, иә? Түсі өзгерген жоқ. Кел қызым, енді сен жасап көр мына тәжірибені. Яғни саған қазір аскорбин қышқылын салып берейін, ұстай тұр проверка. Тұрамыз осылай. Мен қазір саған йод ерітіндісін құйып берейін өзім. Шайқай ғой Күмісай. Түсі өзгерді ме? Жоқ. Яғни өзгерген жоқ, иә? Иә, түсіндім. Дүкеннен сататын соқтарды пайдасы жоқ екен. Жарайсың қызым. Яғни дүкенде сататын соқтардың біздің ағзамызға пайдасы жоқ екен. Яғни дәріханада сатылатын аскорбин қышқылының құрамында С витамині көп екен. С дәрумені біздің ағзамызға тигізер пайдасы көп.